Армысыз құрметті көрермен, біз бүгін білезікті жасайтын боламыз. Білезіктің бисермен тоқылу жолын көрсеткен жоқпын. Оны көрсеткенмін. Енді оны ары қарай жасайтын боламыз. Осындай пластик бутылка керек бізге. Бұл пластик бутылканың ортасынан кесіп аламыз. Браслеттің қатты болып тұру үшін бізге керек ортасы. Осылайынан кесіп аламыз. Тассай бутылкасының осындай пайдасы бізге қазір болады. Міне осылайынан кесіп алдық. Осындай конструкция болады. Формасын келтіріп, керегінше кесіп алатын боламын. Осындай қатты форма беріп тұрады. Мұны кесіп алатын боламын. Алдымен ручкамен сызып, сәл кішірек формада қылып кесіп аламын. Осындай қылып жасап алдым. Клеймен клейлеп, осындай кесіп алдым артығының бәрін. Эко-кожа пайдаландым. Мына эко-кожа мен фетрдің арасында жаңағы кескен бутылканың мына қиындысы тұр. Осындай кішірек қылып кесіп алдым. Формасын беріп тұрады өстіп. Міне осындай конструкция. Мынаны енді қалдырып қоятын боламын. Келесі білезік жасаған кезде керек болатын болады. Термостың үстіне осындай қылып қойып қойдым, клей қатсын деп. Термостың да пайдасы маған қазір осындай көмек болып тұр. Мына браслет тегіндей қылып, осындай шамбалы әдісімен қазір осыны жасайтын боламын. Видеоға түсірем ба түсірмейм бе білмеймін, себебі ұмытып қалған екенмін. Шамбаланың тоқылу деймін, шамбала байлауды сәл ұмытып қалыптым. Қазір оны видеоға түсірмеймін. Керек болса комментарийға жаза кетіңіздер, жеке түсіретін боламын. Маған осындай шнур керек, 150 теңге тұрады бар болғаны. Осы шнурды пайдаланатын боламын шамбалаға. Осындай шнур түсі сай келеді. Мен ұзақ іздедім, тапқаным осы болды. Барына базар енді. Осымен білезіктің балын жасайтын боламын. Осындай қылып керегінше кесіп аламын. Міне керегінше мен кесіп алдым. Енді осыны тігетін боламын. Осыны керегінше мононитпен көрсетпей тігемін браслетке. Сосын ары қарай түсіретін боламын. Қалай шыққанын. Бұл білезік алдыңғы 2 видеоның 3-ші бөлімі. Бірінші бөлімде өңір жиектің жасалуы, онан кейін сырға жасалынған болатын. Соны салғанын, соны көрсеңіздер болады, көрмесеңіздер. Бұл видео сол мастер-класстың жалғасы. Яғни комплект жасадым. Өңір жиек, білезік және сырғадан тұратын. Бұл білезіктің жасалу жолының кішігірім көрінісі. Бұл клеймен жапсырып алатын боламын, жапсырып қатырып аламын. Осы мононитті пайдаланатын боламын. Міне осылай клеймен клейлеп және мононитпен тігіп алдым. Енді маникюрный қайшымен мына шет-шетіндегі жалбырап шығып тұрған артық фетрмен эко-кожаны кесіп алып тастаймын. 2-3 миллиметрдей қалу керек. Соны бисермен көмкеріп тігетін боламыз. Маникюрный ножницаның пайдасы қазір осы кезде керек. Маникюрный ножницамен кеспесеңіздер, ана қайшының ұшы өте қалың болғандықтан ыңғайсыз. Осыны қолданатын боламын. Осылай артық бәрін кесіп тастаймын. Артығының бәрін кесіп алып тастаймын. Енді осы бисермен шетін көмкеретін боламыз. Шетін көмкеріп тігеміз.
оны да көрсетпеймін камераға. Оның бәрін уже көрсеткенмін, мастер-класс бар, каналдан көрсеңіздер болады. Осылай бисермен көмкеріп шықтым. Ана ашылып қалған жерлерін ортасын бисермен 2, 3, 4 бисер алып тағы да тігіп шықтым. Сонда бәрі жабық, ешқандай тігісі көрініп тұрған жоқ. Осылайынан 1, 2, 3, 4 бисер алып, 5 бисер алып осылайдан көмкеріп тігіп шығасыңыздар шеттерін. Сонда әдемі болып көрінеді. Мен осылайынан тігіп алдым, көмкеріп. Мінекей шеті осындай болып шықты. Осындай әдемі бисермен жауып тастадым. Осындай құпия тігіс болып қалды. Өте әдемі, сүйкімді болып көрінеді. Енді бауына келеміз. Енді бауын жасайтын болам. Бұл жерде енді шамбалы әдіс. Міне менің білегім жіңішке. Менің білегіме сай қылып жасайтын боламын. Және де артығымен қалдырамын. Егер білезік сатылып кетсе, мүмкін басқа адамдардың білектерін менікінен жуан, біреудікі жіңішке, сондықтан осындай әдісімен. Мына білезікте де осындай шамбалы әдісімен жасалынған браслет. Тура осындай қылып жасайтын боламын. Білезігіміз дайын болды, соңғы штрихтар қалды. Міне осындай шамбалы әдісімен тоқып қойдым. Өте әдемі көрінеді, шамбалы браслетіне ұқсайды. Осындай қылып жасап қойдым. Киіп шешкенде де өте ыңғайлы. Бисермен көмкеріп қойдым. Осындай қылып бисермен, мононитпен осыны бекітіп шықтым. Қазір мынаны көрсететін боламын, қалай істегенімді. Бұл жерде енді импровизация десем болады. Осылайынан мононитпен бәрін жауып, үстіп тігіп аламыз. Мықты қылып сөгіліп кетпеу үшін. Онан кейін үстіп 4-5 бисерден алып тігіп шығамыз. Ешқандай қиындық жоқ. Үстіп жасап аламыз, бекітіп қоятын боламыз. Тоқылған жерінен қалған осындай кішкене қалған жерін өстіп клеймен клейлеп қатыра саламын. Сіріңкемен күйдірейін десем, күйдірілмейді екен, жалбырап жіптері шығып кетеді. Сондықтан өстіп клеймен клейлей салатын болдым. Осылай қалдырамын. Клей қатып қалады. Түсі осындай ақ болып қалмайды, ол кеуіп кететін болады. Сосын көрінбей тұрады.
браслетіміз толық дайын. Менің білегімде осылай болып тұрады. Білегім жіңішке, маған осындай болып киіліп тұрады екен. Браслет дайын. Менің жұмысым ұнаса, лайк басып, комментарий жаза өтіңіздер. Толық түсіріңіз, браслетті қалай тоқыдыңыз, қалай жасадыңыз десеңіздер, тағы да жаза кетеңіздер. Толық бүге-шүгесіне дейін түсіретін боламын. Маған сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Келесі видеоларда аман есен кездескенше аман болайық. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналымды қолдап, тіркеле отырыңыздар.